Мына түрімізбен Астанаға кіріп барсақ, ят болатын шығар, Дүлдүл? Қане, мен де көрейінші. Иә, досым, біз Астанаға жеткенше Бақанас, Саршаған, Балқаш өлкелерін жүріп өттік. Сарыарқа, Теміртау, Нұра далаларын басып өттік. Сондықтан, Дүлдүл, жақсылап бір жуынып алмасақ болмас. Әрине, Астанада жүрген шетелдік көліктер бізді көріп, күліп жүрмесін. Кеттік, досым, ішке кірейік. Ой, шіркін, қандай салқын су. Дүлдүл, сен ағылшынша білесің бе? Мен білемін. Ал сен ше? Мен қазақ тілінен басқа ешқандай тілді білмеймін. Өзіме осы да жетеді. Егер бір американдық көлік жолығып қалса қайтесің? Қазақша сөйлеймін. Міне, көліктің төресі деп мен айту керек. Ей, мақтаншағым-ай, кеттік енді. Тура 10 шақырым жүрсек, Астана қаласына да жетеміз. 10 шақырымды менің оқтай жылдам дөңгелектерім 10 рет айланғандақ жүріп тастайды. Уайымдама, досым. Ал, кеттік ендеше. Супер джипер! О, Дүлдүл, қарашы. Астана қандай керемет. Иә, джипер. Астанада уақыт өткен сайын өте әдемі ғимараттар көбейіп барады. Ал мынау қандай ғимарат? Бұл Хан Шатыр. Ол Гиннестің рекордтар кітабына енген ғимарат. Күшті екен. Көрме біткен соң, осы қалада қалсақ бола ма? Болады, джипер. Бірақ сен бәрібір Алматыны сағынасың ғой. Білмеймін, Дүлдүл. Ал мынау үлкен шарды неге биікке көтеріп қойған? Джипер, бұл біздің елдің бәйтерегі. Иә, мен бұл ғимаратты теледидардан көргем. Енді тура жанынан көруіңе болады. Джипер, әлі Астананың ең керемет жерлерін аралап шығамыз. Ал қазір құрылыс алаңына барайық. Ол жақтан не істейміз, осы жерде жүре берейікші. Маған ұнап тұр. Достым-ау, ол жақта Жоламан мен Момын бар. Соларға барып келейік. Иә, мені ұмытып барады екенмін ғой. Кеттік ендеше, Дүлдүл. Нағыз еңбек осы көліктердікі, джипер. Біз қазақ даласын саяхаттап келеміз, ал олар күні-түні тынбай еңбек етуде. Иә, тіпті бізге қарайтын мұршалары жоқ қой. Дүлдүл, міне мынау кішкентай жолмен жүріп кетейік. Жоламан мен Момынды тауып алайық. Кеттік. Қай көлікті іздеп жүрсіңдер? Біз өзіміздің достарымызды іздеп жүрміз. Құрылыс алаңында 2000-нан астам көлік қызмет етеді.
түк етпейді, біз оларды тез тауып аламыз. Тек мына жерден өтіп кетсек болды. Жоқ, болмайды. Менің атым Жайбасар. Осы жерді күзетемін. Құрылыс нысанына бөтен көліктердің кіруіне болмайды. Тыңдашы досым, біз сонау Алматыдан келдік. Менің досым экспо көрмесіне қатысады. Ол аспанда ұшып, суда жүзе алатын көлік. Мен немене? Өтірікке сене беретін кішкентай көлікке ұқсаймын ба? Ал енді кері қайтыңдар. Мен сендерді кіргізбеймін. Джипер, енді не істейміз? Қашамыз. Не деген жылдам көліктер? Ей, тоқтаңдар! Джипер, мұнымыз дұрыс болмады. Ештең етпейді. Мынау Жайбасар жер бауырлап жеткенше, біз Жоламан мен Момынды тауып аламыз. Енді бұдан да тезірек жүрейік. Джипер, сен тентексің, шын айтам. Дүлдүл, мені жерден күтіп ал. Мен құлаймын қазір. Батырға да жан керек десеңші. Өй, сен кімсің? Менің атым Алпауыт. Менен ешкім де қашып құтыла алмайды. Ай, достым, басым айналып барады. Жерге түсірсеңші тезірек. Қазір Жайбасар досым, қош келдің. Не деп тұр мынау, Алпауыт? бас айналып қалған ғой. Ей, менің атым Джипер. Жүр, Джипер, кеттік. Алға түс тез. Қайда барамыз, достым? Бастыққа. Ол бүгін өте ашулы. Ашулы? Бармай қояқшы, Жайбасар досым. Болмайды. Жүр тез. Ұшатын көлік. Таңғалма, Алпауыт. Енді 20 жылдан кейін барлық көліктер мен сияқты әуеде ұшып жүретін болады. Мен де шаламын ба? Сенің жай тұрғаныңның өзі ұшып жүргенмен бірдей ғой. Әне біздің бастық тұр. Басеке, мынау тәртіпсіз көлікті ұстап алдық. Ол құрылыс алаңына рұқсатсыз кіріп кетті. Жоламан, сенсің бе? Джипер, сен бе? О, досым, қалың қалай? Жоламан, сен не, бастық болып кеткенсің бе? Иә, Джипер. Астанада тынбай еңбектенген көліктің еңбегі ескеріледі. Мен осы құрылыс нысанының басшысымын. Құтты болсын, досым. Ал Момын қайда? Момын? Қазір шақырайық. Жайбасар, барып құрылыстың бас шеберін ертіп келіңдер. Жарайды, Басеке. Жарайды, Басеке? О, Дүлдүл, досым, қош келдің. Жоламан! Ал, жүріңдер, достарым. Сендерге құрылыс алаңын көрсетейін. Кеттік, достарым. Ей, Дүлдүл, жерге түссеңші. Джипер, сен білесің бе? Құрылыс алаңы әуеден тіпті жақсы көрінеді екен. Ей, өзің біл. Жоламан, не деген көп үйлер? Иә, достым. Біз алдымыздағы 5 жылдың ішінде 20 қабатты 3 үйді салып бітіруіміз керек. Жарайсың, Жоламан. Көліктерге арналған кең автотұрақтар да болады. Күшті екен. Айтпақшы, Жоламан, анау тура төбемізде ұшып жүрген досымыздың көрмесі ертең басталады. Білемін, Джипер. Мен міндетті түрде барам. Мен де барамын. Сосын кешкісін үлкен мерекелік ән шашу болады. Бұлай билейміз бе?
how can I get to the Expo complex? Дүлдүл, маған бірдеңе дейді. Жауап бер. Мен джипермін. Мен тек қазақша сөйлей аламын. Джипер. Менің атым Ралли. Мен Америкадан келдім. Мен де қазақша жақсы сөйлеймін. Онда неге ағылшын тілінде сөйлеп тұрсыз? Астана қаласында шетелден келген көліктер көп екен. Барлығы экспо көрмесіне келген. Мен сендерді солардың біреуі екен деп қалдым. Бізге көрме өтіп жатқан жерде тауып алу керек. 1 минут, достарым. Менің картам алдамайды. Қазір тура жүресіздер. Сосын солға бұрылсаңыздар, бірден көрінеді. Рахмет, достым. Астана қаласы бізге ұнады. Оқасы жоқ. Келіп тұрыңдар. Джипер, болсаңшы тезірек. Осылай күтіп тұра беремін бе? Шетелдіктермен жұмыс істеу оңай деп пе едің? Дүлдүл. Ойпырмай. Менің Джипер досым. Әлемдегі ең көп тіл білетін көлік десеңші. Енді еліміз үшін тырысамыз ғой. Көп сөйлей бермей жүр. Ең жақсы автотұраққа барып тынығып алайық. Ертең біз көптен күткен көрмеге де қатысамыз. Ертең көрме. Дүлдүл, білесің бе? Мен сенің жеңетіңе сенемін. Себебі туған жердің ауасына дейін тек саған көмектеседі. Ертең, Джипер. Ертең.